Bir немересі бар екен өзінің, Құдайға шүкір. Бәрін көрсетіп жатыр. Мен өлсем, менің қызым жұмыс істейді дейді. Қызым өліп қалса, немерем жұмыс істейді. Так что 100 жылға шейін мен план құрып қойдым дейді. Ол планды ешкім өзгерте алмайды дейді. Біздің Greenleaf компаниясы жаңағы сосын сетевойдың 10 топтың 5-шісі кірген. Жоқ, істеп жатыр ғой. Просто дальше жалғастырады деп айтып жатыр да жаңағыдай. Қызы финансовый ненің бәрін істейді екен. Бүкіл финансовый ненің бәрін істеп отыр екен. Жалғыз қыз да? Да, жалғыз қыз. Сосын жаңа айтып жатыр да, неге айтайын деп жатыр едім? Топ 10. Топ 10-шы сетевойға жаңағы кірген. Соның 5-шісі болып тұр екен. 5-шісі болып тұр именно Greenleaf компаниясы. Сондықтан бұл корпорация, бұл действительно біз бүгін келіп ертең кете салатын нәрсе емес, бизнесті мына бизнеске шауып жүретін нәрсе емес. Бұл жерге кірген адам кәдімгідей жаңағыдай шешім қабылдайды, мен осы жерден ұрпағымды байытып барып шығам деген сияқты. Понимаете? Сол үшін қазір мен Алмабек мырзаға сөз берем, Ақбота екеуіне. Бұл кісілер, мына кісі менің оң жағымда тұрған мықты менің партнерім, өзімнің құрдасым, өзімнің жан жолдасым, отбасымен бірге барып, екеуі көріп келді. Қазір эмоциялармен бөлсек, күміс ай келе жатыр қазір. Баян ханым да кешіксем де келеміз деді. Сондықтан сөз. Енді керемет, сөзбен айту, жеткізу мүмкін емес. Өткен жаңа Гүлекең айтқандай, компания вообще бар ғой, мысалы біз ойлап, біліп жүрміз, представить етіп жүрміз ғой, естігенімізбен осылай, примерно осылай деп жүрміз. Көзбен көрген кезде кәдімгідей өзіміз ой деп дірілдеп, мен действительно өзім дұрыс жұмыс істеп жатыр екен. Бизнестің де дұрысы керек қой. Ақша тапсаң да, тем более ары қарай бала-шаға қалатын пайданың ішінде, мысалы, дұрыс жерде жұмыс істеген дұрыс қой, мысалы. Өзімнің бір дұрыс жерде жұмыс істеп жүргенімді, бұл компанияның болашағы зор екенін, 100 жылға дейін планын құрып тастаған, бұл ары қарай кете береді ғой енді. Сонда компания хозяин және президенттің өзі айтқаны, мен де 22 жылда тапқан пайдамды дейді, сіздер 1 жылда табасыздар деп отыр ғой. Сонда өздеріңіз ойлаңыздар. Еңбек етсеңдер ақша тұр дейді. Былай. Енді ана жерде 1700 адам барған, бүкіл есенгеден. Оның сыртында Қытайдың азаматтары қосылыпты, 2 ай болыпты сетке. 4000 адамды күтіп алды. Ана адамдардың бүкіл гостиницасы, бір суткасы 100 мың мен 200 мың арасында екен біздің жатқан гостиницамыз. Бүкіл адамның перевозкасы, ол жерде каждый Қытай, бір адамға бір Қытай бізге қызмет етіп жатыр. Тамақ деген шведский, шашып тастаған, любойын таңдап жейсіз. Енді ана Пекиннен Гуанчжоу, Сучжоу, Хайнан, одан кері келгенде осылай бүкіл самолет, ойлаңыз, қаншама шығын. Соның барлығын 5 самолет сол шығынның барлығын аямай. Бүкіл партнерлік жаңағыдай самолеттен жерге аяғымыз тиген жоқ. Көрдіңіз бе? Тамақ деген жетіп жатыр. Енді арасында экскурсиясы, оның сыртында конференция жасалды. Қандай потолок. Мен жаңа бір МВД жұмыс істеген бір жігітпен Алматыда кезіктім, көрсеттім. Мынау дегенің потолок қой дейді. Бұндай болмаған дейді. О жердегі столдың, гала ужинның 2 рет жасалуы, 1 рет Хайнанда демалып жүріп, гала ужин жасалды. Бүкіл партнерларға қайтып кеше Сучжоу қаласында жасалды конференция деген. Оның барлығы өте үлкен жаңағы качествода құрметпен жасалды. Соның бәрін таңғалып. Каждый елден келген адамдарды күшті қарсы алды. Биыл бастап жатқан Тәжікстан елін биыл ғана бастаған. Бір 10 шақты адам келді. Оларды өте құрметпен қарсы алды. Өйткені Қазақстан мына саудадан бірінші болдық қой біз. Қазақстан бірінші болды. Товарообороттан Қазақстан, Өзбекстан, Россияны озып кетті. Бірінші болды. Енді одан кейін Өзбек, одан кейін Россия, Қырғыз деп кете береді. Енді жаңа қосылған Тәжікстанды президент кәдімгі мен қарсы алғанда кәдімгі толқыдым да. Өйткені ана Тәжікстан мынандай бал алып кетті банкіде. Балды ашып, анандай халықтың арасында бүйтіп жіберіп отыр ғой дәмін. Енді ана келген кісілерге құрметті. Ана адамның енді байлығы бізде енді шындық деген бас жарады ғой, шындық қайта. Бізде енді ондай адам болса енді өйтіп арамызда жүрмейді. Ана адам жаңегіндей жасап тұр. Ана енді бір банкте соқпа бірден қалып кетті Тәжікстан.
Анан ашайынсыз ашылмайды, біздің Маринованный анада бір мариновный. Сыртынан Мариновный. сүйіп қояды, анадардың көңіл үшін. Ашып жүрген жоқ қой. Ашылмағандықтан банканы құшақтап, Иә. кәдімгі бала сүйгендей сүйіп банкаға. Бүйтіп ризашылығын білдіріп ана кішкентай бір затты, банка. кішкентай затты соның өзін бағалап ана кісілер құрметтеп тұр. Сондай кішіпейіл, өте мықты және компанияның президентіміз бар екен. В общем, жұмыс істесеңдер ақша табасыңдар. Мен осындай жылда тапқан пайдамды сіздер бір-ақ жылда табуға болатын мүмкіншілік бар екен. Оның бәрін есептеп қойдық деп барлығын ашып айтты. Біз талқылай отырдық. Өз көзімізбен көріп өте керемет жаңағындай эмоциямен келдік. Сұрақтарыңыз болса айта беріңіздер. Мен айта алмай қалған нәрсе болса бота жалғастыра бер. Біз енді расымен де ерекше сезіммен, ерекше құрметті, ерекше сыйластықты біз жаңа Қытай елінен көріп, сезініп келдік та. Жаңа айтып жатырмыз ғой, мен мысалы балаларымды өссін, жетілсін деп ешқайға шықпақпын. Бұл менің шетелге шығып отырған ең алғашқы және де тегін саяхатым. Ешбірі бір теңге, бір тиынсыз қалтамнан бір шығын шығармай мені Ханьянға апарып көрсетті. Керемет теңіз жағалауына жүздік, аралға шықтық. Мен ешқашан анау яхтаны армандап көрмеппін. Мен ол яхтаның ішінде жүрем деп ойлап көрмеппін. Ана яхтаға барған кездегі менің сезімім енді ерекше. Кәдімгідей анау турецкий сериалда яхтаға қыз алып барады, романтика ғой. Сол романтиканың ортасында мен жүрдім. Бірге жүрдік. Бір яқта, үлкен бір яқтада 10 адам. Біз Астананың командалары бірігіп 10 адам болып, біз өзімізден 5 адам, және келесі командадан 5 адам, 10 адам жүрдік. Енді керемет сол жерде жаңағы спасательный жилеттерді киіп, сол яхтадан суға секіріп, суға шомылдық, жаңа теңізге жүздік. Тап-таза мөлдір деген. Енді өте ерекше сыйластық. Біз енді кез келген елде, мен сол жақта да, сол елде де айттым. Біз мысалы өз тілімізді қатты құрметтемейміз, шындық керек. О жақта бізге қытайшалар сөйледі. Қазақша, ағылшынша ешқандай тілде сөйлеуге тырысқан жоқ. Бірақ өздерінің Қытай тілімен өздеріне деген құрметін, бізге деген құрметін ерекше көрсетіп тұрды. Әрбір гостиницаға кірсек те, қай жерден кірсек те бәрі былай еліп қарсы алып, еліп шығарып салып, өз тілдерімен. Енді адам өзінің тілін, өзінің елін құрметтесе, ол елді кез келген адам құрметтеп, құрмет жасай алады екен, соған көзім жетті. Және де енді ерекше 5 уақыт тамақ, кез келген уақытта шай тамағымыз дайын болды, ешбір қарнымыз ашып, мен ойлағам, Қытайда дым жей алмай артқа келеді шығар. Артпаған жоқ. 5 уақыт ана жерде тамақ деген тола, өлгенше жедік енді. Еміс, жидек, арбыз, манга, немеді жаңағы? Небір түрі. Суды бәрін жаңағы қамтамасыз етіп тұрды, рахмет жаным. Алғалай салтанат, алғалай. Қамтамасыз етіп тұрды, енді ерекше сыйластықты, ерекше құрметті сезіндім, және де осы корпорацияда жұмыс істеп жатқаныма қатты қуандым. Небір адамдар бар, адасып, анда да, мұнда да жүреді, енді тағы да бір ерекше сезінген дүнием, жаңағы президенттің заводқа кірген кезде президенттің ең алғашқы мінген көліктерін кәдімгідей былай қойып қойған. Ең алғаш президент жаңағы өзінің жұмысын кәдімгідей велосипедпен бастаған ғой. Велосипеді тұр. Одан кейін велосипед 3 аяқты артына былай Қытайдың тележкасы сияқты. Сонымен жүрген, онысы да тұр. Одан кейін кәдімгідей оны станок алыпты. Сол станогы тұр.
станокпен жұмыс токарный станок бар ғой, сондаймен сол жұмыс істеген станогы ғой. тұр. Одан кейін жаңағы Мерседес алғашқы Жоқ, машина Jetta, Volkswagen Jetta. Jetta ма, сондай машина тұр енді. Сол өзінің ең алғашқы, ол мысалы көптен байдың баласы болып түсе қалмаған адал еңбекпен осы дүниеге жеткенін көрсетіп тұр. Және қарапайымдылығы енді кім келсе де бәрін құшақ жайып сүйіп, құшақ жайып жаңағы барлығын не жасап қарсы алып жатыр да. Біз енді ол кісіге жете алмадық. Себебі адам деген көп, бәрі қаптап жатыр. Ана телехранительдері бұлай не істегенімізде қолын қозғалту мүмкін емес, ана телехранительдері бұлай істегенге. Бірақ сонда да енді адамдар кіріп осыны құшақтап жатыр. Біз жете алмадық, жарайды дедік. Ханяндар. Одан кейін бізді Сучжоуға әкелді. Сучжоуда 5 жұлдызды керемет жаңа қонағы интерконтиненталға әкелді. Біз кірдік дағы бірден түнде барғандықтан қаланы аралайықшы дедік. Әдемі екен, түнгі қала керемет. Сосын тез киіндік та шықтық дағы команданы күтіп. Гүлекең бар, үшеуміз тұрғамыз. Президент шығып келді ғой. Ана кісіні көріп, солмай емес бара, былай емес деп қалып, о деп бүйтіп жарыса кеттік, құшақтап. Сөйтіп, о, Қазақстан, ура, ура деді. Анық қойды біз қазақ елі. Бәрімізді құшақтап, үшеумізді кәдімгідей бүйтіп жаңағы телехранительдер қорғаған жоқ. Сол жерде кәдімгі бізді құшақтап сүюге, суретке түсуге мүмкіндік берді. Өзіміз жеке кездескендей сезім. Бізді бір қарсы алғандай болды. Сол жерде өзіміз жеке Қыздар шыққанда айттық, біз жеке кездестік, көрдік, туфке шыққанымыздай деп бәрі. Сондай күшті ерекше сезімдер болды. Сосын енді бір ерекшелігі біз енді өзіміз жолдасым да барлық жерге айтып жүреді. Біз прокладка үшін кіргенбіз, бұл командаға, бұл корпорацияға прокладка үшін кіргенбіз. Бізде міне қыздарымыз бар, 4 қызымыз бой жетіп отыр. Заводқа бардық, 4 қызымыз ер жетіп отыр ғой енді. Біз сол заводқа бардық, енді завод өте алыс екен, бірақ ол соған тұрарлық болды. 7 сағат автобуспен барып, 7 сағат барып, 7 сағат кері қайттық автобуспен. 14 сағат жүрдік. 14 сағат жүрдік. Но ол оған тұрарлық екен. Енді ол корпорацияға жаңағы прокладка жайлы мына кісі өзі кіргендіктен өзі жақсылап толықтырып айтып кетсін енді ерекшелігін. Бірақ енді мен өте керемет сезімде, өте керемет ерекшелікте келдім. Прям қонақ үйдегі обстановка енді есіктен кіріп келгенде ана штордың өзі ашыла қалуы, аппақ төсеген, ол жеке әңгіме керемет енді. Әр сәттен ләззат алдым, әр шагымнан, әрбір басқан қадамымнан ләззат алып, әр басқан қадамыма шүкірлігімді айтып, Аллаға сансыз шүкір дедім. Мені қателестірмей, дұрыс жолда осындай керемет болашағы бар үлкен корпорацияда, осындай енді былайша айтқанда ең жоғарғы деңгейдегі авторитет корпорацияда жүрміз. Сондықтан әр затқа ұрынбай, осындай ерекшелікті сезініп, сіздер де көріңіздер. Сіздерде де қолдарыңыздан келеді бұның барлығы. Егер Гүлекең істей алса, егер Алмеке істей алса, мен істей алсам, сіздер де істей аласыздар. Жаңағы президенттің өзі велосипедпен жүріп бұл деңгейге, бұл дәрежеге жеткен, ол кісі бізге дайын дүниені әкеп тұр. Тек қана негатив, жаман ой, біреудің әңгімесі, ештеңені тыңдамай алға кетіңіздерші. Сол мақсатты қойып, алға кетіңіздерші. Мен Аллаға сансыз шүкір айтам, сол мақсатқа жетіп, осындай керемет заводтарды өз көзіммен көріп, және де біз ең мықты жерде тұрғанымызды сезіндім, және де президентіміз айтты, болашақта топ-1 в мире боламыз деп. Топ-1 в мире боламыз деп, және оған мен шексіз сенемін, ешбір күмәнсіз, ешбір бір капля күмәнім жоқ, шексіз сенемін, сіздер де сеніңіздерші, болды. Тағы бірдеме қосып айтайын, басқа компанияға жүгіріп жүрген сетевиктарға айтатыным, кімде-кім егерде 1 жыл бойы осы жерде істесе,
бір жылдың ішінде менеджерға шығып алсыншы, міне менеджерға шыққаннан кейін тегін саяхат везде. Менеджерға шыққаннан кейін болды, пенсияны аласыздар, рахат, кайф. Сіздер инемен құдық қазған сияқты чуть-чуть потерпите и все. Мен менеджерға мысалы 20 күнде жетті, мысалы ше. А сіздер хоть асықпай 6 айда жетіңіздер, 1 жылда жетіңіздер, но зато вы этого получите зато. Қазір менің мақсатым, жетпейді, адам болмай бәрі жетеді. Потому что, знаете, қараңыздар, бір күшті кереметі, маркетингтің каждый мелочь шин ойлаған ғой, каждый мелочь шин. Без сомнения надо көзді жұмып, құлақ естімей, анау соқыр құлақ естімейтін таспақа сияқты алдыға қарай жүре беру керек та, до конца все надо делать и все. Кім жұмыс істейді, мен сол адаммен жұмыс істеймін. Кім негатив айтады, кім әнді жаңағы өсек айтады, кім біреумен жұмыс істемеймін. Мен өзіме уәде беріп келдім. Кім маған негатив айтады, кім маған біреуді жамандайды, жұмыс істемеймін, сразу айтамын. Давай, до свидания, ақшаңды алдың, бара бер. Кім істеймін дейді, до конца, сол адаммен ғана істеймін. Өзіме уәде бердім, анаға нянчить етіп, мынаға нянчить етіп жүретін уақыт жоқ. Потому что у меня есть 7 балам бар, соны жеткізуім керек. Сол үшін я буду позитивный адамдармен ғана жұмыс істеймін. Позитивпен, өсек айтпайтын, өтірік айтпайтын, бірін-бірін жамандамайтын адамдармен ғана жұмыс істеймін. Болды все. Такое решение приняла, и мы это будем сделать. Потому что адам көп болмай, Құдайға шүкір, тәуба. Потому что біз сеніммен жеткізе аламыз. Ал кім негатив айтады, ол өзінің ішіне шын, значит негатив көп. Адам бірінші негативті өзінен іздеу керек. Почему мен негатив тұрмын? Значит, менің бір жерімде өзімде дұрыс емес. Когда вы будете өзіңіз дұрыстауға, сол кезде бәрі нормально болады. Жан-жақтылар тазаланады. Бірақ Камил ханым, мен ең бірінші сізден естідім ғой осы бизнесті, да? Я так рада, мен сізге қатты ризамын бар ғой. Прям маркетингті айтып бергенде мен өзім сетевик болғаннан мен сразу айттым, бұл жерде ақша бар. Мен миллионға кірем дедім, бұл кісілер айтты, может 188-бен көресің. Мен тыңдаған жоқпын бұл кісілерді. Миллионмен істейм, и миллионмен буду зарабатывать дедім. Но миллионды барлығында көзін көрсеттім, шығарып алдым ғой миллионын. Так же, да? Шығарып алдым. Міне шығарып алды ғой, миллионын бәрі шығарып алып жатыр. Құдайға шүкір. Просто надо миллионмен істегенде быстрый результат болады. Қазақстан не үшін? Қара, Қазақстан не үшін алда келе жатыр? Потому что Өзбекстан мен Россия 50 мың теңгемен істеп жатыр екен. Ақырын 50 мың теңгемен келе жатыр екен да, олар 50 тысячпен. А біз миллионмен товарооборотты жылдамдатып, қазір біз жаңағы үлкен нәтижеге жетіп алғаннан кейін әлі директорлар аз. Қазір тез директор болуға тырысу керек. Когда директор боласың, уже жұрттар 600 директорға сығады. Жанталасу керек. Не надо, анау бүйтіп айтты, мынау сөйтіп айтты, анау бизнес. Оның бәрі уақытты тоқтату шәкеңнің ісі. Если хотите баюға, здесь можно 6 айда байшу. 6 айда. Мен оған көзім жетті. Вот мен жалғыз барған жоқпын, Камил ханым, помните, мен айттым ғой сізге. Мен барсам, өзіммен жоқ дегенде 5 адам апарам дедім. Я это сделала. Күмісай барды, мына 2 кісі барды, кім Гүлмираның мамасы барды, сосын тағы бір орында жаңа Аралбектер сатты. Өзімен 6 адам. Зато, Аллаға шүкір, я показала, как я работала короткое время, как я сделала этот промоушен, но я это себе доказала, что я смогу, значит, вы тоже можете сможете. Просто надо делать. 80-дегі апа 7 баласын тіркеп қойған. Представьте себе, қандай ақша алып отыр. 10 жанда сіздер қыздар жүр, 20-дағы қыздар жүр, менеджер статусында 20-дағы қыздар жүр. Бір қыз ауылда тұрады, сиырын сауып отырып, тиктоктың подписка жасадым деп келді бір қыз. Ауылда тұрады екен. Сиыр сауып отырып, так тиктокпен адам тіркедім и промоушен орындап келдім дейді. Енді барында менеджер olur. Адам жоқ деген өтірік потребитель қылып жазып, бірінің артына көмектесіп, жазып, кете беру керек. Көмектескен сайын Құдай береді. Мен айтып отырмын ғой, Құдайға шүкір, командама ризамын. Бірінші Аллаға, екінші командаға. Но знаете, бұл жерде мен кеше президенттің өзі айтып жатыр. Өзі айтады, кеше сөйлегенде аударып айтады. Негатив ойлаған адам қалады дейді. Когда позитивте жүрген адам, ол өседі дейді. Ол гүлге су құйған сияқты дейді. Негатив ойладың ба, сен кете бересің, біреуді жамандап, өсектеп, анау бүйтіп қалып, мынау сөйтіп қалып дедім ба, болды дейді. Ол жүрмейді дейді. Шірей бересің дейді. Ол өзі сразу айтады да, он позитивный, бізге Құдай берді, Камил ханым. Короче, гостиницаға барды, демалысымен далаға шығып келейікші деп. Сосын мына кісілер де жарайды деп.
далаға шығып тұрсақ, президент шығып келеді, аппақ күрте, ақ костюм шалбар, құшақтай алып, үшеуміз фотоға бұлайды. Бәрі қызғанып қалып, чаттың бәрі жұрдан, сен де қайдан көрдің де, сендер қайдан, біз заказ бердік президентке. Бізді күтіп алды лично деп. Лично бізді гостиницада күтіп алды деп. Анау мен зеленый костюм киген, брендей, воу деп бәрі жаңағыдай бәрі қуанып, бізді Қазақстан, I love you, Қазақстан деп мәз болып жатыр да. Это вообще. Енді айта алмаймын. Ана гостиница Интерконтинентал деген. Вообще гостиница. Вип гостиница. Қазір Камилхан. Бұл гостиница өз Камилхан. хозяин екен. Гүлшат, Күмісай. Әкелді ме? Жоқ, сіз айтыңыз. Камил ханым, мен молодец ханымсың. Кішкене тыныш да? Мына кісінің дауысын естімейді, ақырын. Тынышталыңдар. Бірінші бастағанда мен 6 рет бардым. Неге мен мынау компанияда жүрмін? Потому что қазір мен айтқанды сіз тыңдадыңыз. Но Аралбек айтқанда, ол айтады да, вот прям мурашки по телу дейді да. Просто сіз тыңдағанда, это одни эмоции. Анда барсаңыз, поймете этот бизнес до конца. Я почему за Гульшат переживала? Гульшат келгенде в февраль того года. Ол айтты, говорит, я можно с тобой только буду работать? Я говорю, Джарик, хорошо. Бастадық. Но кішкене ғана оған қалды, она говорит, я не хочу, не буду деді, промоушен выполнять. И қазір барып келгенде, я Аллаға мында бір рахмет деп жатырмын, потому что біздің командадан 17 адам барды. 17 адам. Соның ішінде 6-ы біздікі. Представляете? И қазір мынау адамдарды тоқтатуға қалай тоқтатам? Вот мен айтамын да, қыздар, жігіттер, жұмыс істемейдер. Президент ертең шама болмайды, ақшаны төлемейді. Маркетинг мынау жабылады екен. Одар маған не дейді? Сенбейміз? 100 жыл өйткені гарантия. Почему? Потому что Анандай завод тұрғанда. одар көрді масштабын, қанша ақша бар, и президент кім? Вообще, өзі кім? Потому что бізден сұрайды ғой, ертең зарплатаны қалай береді да, оның ақшасы мол. Қолы прям міне ашық. Бәрі адамдарға, келген адамдарға сын көрсетіп, полностью қанша төгіп шашып беріп жатыр ғой. Біз, вот, Гүлшат қазір дұрыс айтып жатыр, уақыт жоқ. Директорды тезірек шабайық. Неге? Потому что мен бірінші барғанда менеджер бізді қарсы алды. Қазір я вот в этот раз из-за болезни не смогла поехать, я должна была у него на приеме быть в доме. Только со статуса старшего директора он принимает. Раньше менеджеры попадали. То есть вам сейчас, когда подъем, сейчас нету того процента, который станет миллиардерами. Еще не набран. Вы успеваете вместе с командой. Когда вы один успели и говорите, о, хорошо, я сделал, зарегистрировался, джоб болмайды. Сіз өсесіз, қашан команда өседі. И тезірек жұмыс істеп, команданы қосыңыз. Потому что только командами только өсесіз. И вот айтқан предел, у нас есть минимум $700 в день. Да? Бір күнде $700 табуға. Это практически 360 тысяч в день только по одному виду доходов вы можете получать. 16 вид доход бар. То есть бір айда $21,000 бір доходтан алуға. И қанша адамдар алып жатыр ғой доходты. Көмектесіңіз адамдарға кредиттарды жабуға. Да? Қарыздарды құтылуға. И былай шетелге барып жүріп. Мен Аллаға мында бір рахмет айтам, қанша қарадым, вот 9 күн болдыңыз да, қыдырып қараймын, сосын уже одардан білем, бақыттары жоқ, какой там, он тез это самое фото жасап, уже сбрасывает, бақыттары жоқ, я уже сама скидываю, чтобы команда тоже көрсін деп. Видели, да, как они отдохнули? Күмісай, Заслуга. недесіз да? Где Күмісай? Күмісай, Гүлмира, сенің маман барып келді ғой, кел. Сен де айтып деме, Күмісай. А вы сейчас впитайте вот то, что они вам дают сегодня, не завтра, а вот именно сегодня вам дают. Вот эти эмоции возьмите, они вам помогут, как будто вы там побыли.
Күмісай менің екінші сол жағымдағы менеджерім, мына кісі оң жағымдағы менеджерім. Мен екі жағымды да апарып бердім, Аллаға шүкір, екі қанатымды да. Да, чуть-чуть, бір-екі минут қалды. Мына кісімен менеджер болайын деп көріп, 5-5 минут мамасын апарып келдім. Өзі барған жоқ, мамасы бар. Өзі де білмейді қалай болып жатқанын. Давай, Күмісай. Рассказать, как вы съездили, да? Да, ездили, эмоции, говорите. Все, мамаңнан білген эмоцияны айтты. Вообще для меня вот эта поездка была ключевая. Потому что дальше, чтобы уходить в масштаб расширения, мне надо было пропустить через себя всю эту информацию. Когда я туда приехала, честно говоря, я поехала туда со страхом, потому что про Китай много чего рассказывать, не очень хорошее, правильно же? Мне кажется, каждый второй так думает. Но когда я туда поехала, я прям в корне поменяла свой взгляд на Китай. Казахстанда Мне просто легче. замечание то должен быть Я сказать. вас Мен дұрыс услышала, правильно замечание. Но мне эмоции легче так передавать, потому что я поняла, что когда я там находилась, я, получается, то, что думала, в корне изменила, это один момент. Потом я поняла, что там масштаб, это второй момент, расширение, это тоже там. И вот именно сам вот этот президент, по идее, когда я сюда пришла, я пришла на этого президента, я пришла на его энергию, на его вот это изобилие, на его вот, то, что он такой вот прям именно, это красивое слово, ну вот действительно он изобилие. Да, он такой человек. Щедрый. Щедрый, наверное, да, можно вот так сказать. Школа и когда я приехала туда, я в этом еще раз убедилась, что это действительно так, что не соответствует тому, как же это. Так, это вот то, что касается энергии, то, что касается всего. Потом самое интересное, что там мне понравилось, смотрите, у него там, он показал коллаборацию, что у него там есть фермы, козья ферма есть верблюжья ферма есть. Ой, да, Тойлар, ешкілер, иә. Ешкілер бар. Түйелер. Да. Кәдімгі поляда, неде, жайлауда, И иә. они такие. База. Бамбуковые поля тоже есть плантации. Но лично мы их не видели, но они вот именно в видеоролике. Бәрін көрсетті, видеомен көрсетті. Да. И вот самое интересное, они весь процесс вот этот показывают, как они вот эти коз доят, как они этих верблюдов доят, как вот это молоко, вот это жидкое, они сублимируют, то есть делают его сухим, и в виде порошка, и где получается таблетка, которую уже потом отправляют. И я поняла, что вот от начала до конца, когда ты это все видишь, и вот эту параллель проводишь, раньше этот шубат стоял, я на него вообще внимания не обращала. Думаю, ну ладно, будешь получать то. А сейчас я уже на него, на этот шубат, другими глазами смотрю. Я понимаю, что это жидкое молоко просто в сухом виде стоит у нас, представляете? Там у него даже верблюды необычные, не такие, как у нас. У нас уже верблюды все стройняшки, а там у них вот такие окорочка, вот такие вот. Я вот на это четко прям внимание обратила. Козы прям у них вот такие, прям вот такой вымя, они прям аж косолапят, прям когда ходят. До такой степени все молочные. Одна к одной прям все чистенькие, аккуратненькие. Там уже их даже вот когда ходят, за ними смотрят, вот в этих костюмах вот этих вот бахилы, вот это все одевать, прям полностью все вот так вот стерильно. Сами заводы какие классные, прям, когда ходили, прям внутрь заходили. Весь вот этот процесс от начала до конца видели, как это вот от заливки, да, начиная, и уже в коробке, как вот эти роботы закидывают, все автоматизировано. Люди просто это поправляют, какие цифры, прям умничка поправят, там, в коробочку, чтобы она точно попала. Если правильно еще могут убрать в сторону. Там огромные заводы, и вот эти коробки просто пачками, идеальная чистота. Вот чтобы глаза просто, что вот это идеальная чистота. У людей дома, наверное, не так чисто бывает, как у них на заводе. Представляете? Автоматизировано, роботизировано, минимум людей, поэтому и цена на цену это хорошо влияет, себестоимость очень низкая. Качество продукта классное. Потому что все свое сырье, вот то, что молоко, я вам говорил, плантации, вот. Ну и что там еще много. Нас кормили, это вообще что-то. Да, потому что мы поменяли, мы 6 городов проехали, 6 городов проехали, мы с Пекина начали, потом в Пекин
Пекиннан бардық неге Санияға, остров Хайнянға, потом Саниядан біз келдік Ханчжоуға, Ханчжоудан сосын Сузhouға бардық, Сузhouдан сосын Бинхайнен город есть. Это туған жері, истоки, вот с чего он начинал, родину свою нам показал. Если человек показывает свою родину, сокровенное, мне кажется, это самое главное, что у человека, если он свою душу наизнанку вывернул, показал, откуда он начинал, где родился, где жил, там, где его родители живут, мне кажется, это очень много. Это о том говорит, что человек действительно с нами поделился своими вот этими вот такими моментами, которые близки ему. И дальше мы потом уже поехали в Шанхай оттуда, правда, Сузhou до Шанхай, и Хайфан, Пекин. Короче говоря, мы за это время, получается, пол Китая проехали. Ең үлкен қалаларын көріп шықтық қой. Основные, да? Аласын көрдік, Стамбулын көрдік. Демалып қызды, иә? Да. Потом промоушен, оказывается, вообще легко делать, девочки. Если вы цель поставить, например, лично я была, вот у меня вот с чего у меня началось. Давайте вот так, наверное, вам будет просто легче понимать, как это у кого, какая история, да, начинается. Лично была у меня вот так вот. Когда я поехала на, вернее, пришла сюда на семинар, конференция здесь была, президент приехал. И я когда увидела вот этот его масштаб, когда его почувствовала вот это изобилие, его энергию, я такая для себя сказала, мне этот человек нравится, мне его энергия залетает, я хочу туда ехать. То есть я сразу тогда уже поставила, я хочу в Китай где-то. Но при этом у меня сразу такая параллельная мысль, интересно, с чего ради я в Китай и как я это сделаю. Ну, как я туда попаду, где Китай, где я где-то. Ну ладно, я себе запрос отправила в Вселенную. И когда я в этом Китае оказалась, я вспомнила, я же тогда еще на конференции, что я поеду в Китай. Представляете, как это классно, когда твой запрос совпал с тем, что ты просила, и вот все, пожалуйста. Ладно, не буду вас долго держать, потому что можно бесконечно рассказывать. Вам надо попасть туда. Это делать легко, с командой Бұл Күмісай ханым, екеуміз. Менің вышестояществом рахмет. Мына кісілер, мен бар ғой, мынандай нәрсе айтқым келеді да. Бұл жерде, мына сіздер келдіңіздер ғой, не просто так. Келе алмаған адамдар бар ғой, но вы одни из избранных, да, которые вот пришли сюда, алаппен бүйтіп поцелованные, да. Бұл жердегі информация тура самолеттан түсе салып, сіздерге энергияны шашып жатыр ғой мына кісілер. Представляете, ана жақта Алматы шулап жатыр, спонсорларды қарсы алып, кеше түнде қалай қарсы алып жатыр. Құданы өйтіп қарсы алмайды ғой. Бүткіл аэропортқа шулатып, артистерді жалдап, қызыл дорожка, шашу, ансамбль, бұндайды деген құдаларды да өйтіп қарсы алмайды ғой енді, да? Жай ғана айтқан кезде. Енді бұл жердегі командамыз енді ең мықты команда. Неге дейсіз ба? Бұл жерде барлығы бүйтіп жай басталады да, бүйтіп қызған кезде, уже когда люди понимают, что здесь вообще бізге анау магазин, мынандай магазин, смол болсын, магнум болсын, бізге керек емес, хозяюшка болсын, барлығын будем обходить. Почему? Потому что у каждого есть возможность в этом магазине купить для себя каждый расходник. Расходник деген күнделікті біз жаратып жатқан ақшамыз, да? Даже если взять кофе, смотрите, кофе да тоже бізде бар, да? Қараңыз, мы 1000 тенге как минимум тратим на кофе, правильно? Вот у нас даже есть кофе в кармане. То есть даже где вы сидите, если нет возможности сходить за кофе, пожалуйста, одноразовый кофе вы можете себе просто в рот положить, и вы получили дозу кофе, капучино болсын, латте болсын, қандай керемет нәрсе. Бұл жерде деген компанияда, корпорацияда, я енді ең продвинутый корпорация ғой, представляете? Нам барлығы, которая химия тұр ғой, осының барлығын біздің компания жасап жатыр, да? И это все мы получаем через посредников. Қаншама логистикаға төлейді, неге төлейді жаңағы, посредниктерге төлейді. Біздерде мына кісілер именно сол заводқа барып, именно сол нәрсені қалай жасап жатқан барлығын көрсетіп жатыр. Енді менің мамам 69-да, представляете, да? 69-дағы адам енді айта алмай жатыр ғой, ойбай, ана жерде деген что екен, мына жерде екен, керемет екен. Она от своих эмоций не успевала даже, она хочет все моментально посмотреть. Мына кісілерден бұрын жүгіріп кетеді екен. Я бүткіл ана 5 жұлдызды отельді көріп, ресторан қай жерде бар, қай жерде спа сауналар, бәрін көріп шықты ғой. Енді мына кісілер, мына Күлкеш апай, Рауза Аскеновна, сіздерге айтарым да, мына апамыз отыр. Сіздерге айтарым, мына жерде қалмай, сіздер де осының барлығын көресіздер. И жас мына ханымдарға айтатын,
Вообще, если у вас есть мечта, у нас у каждого есть мечта быть здоровыми и быть успешными, богатыми. Бұл жерде ешқандай нәрсеге не размениваться, да, так скажем, не размениваться вообще. Барлық нәрсені қоя сал, бәріміз кәсіпкерміз, бәріміз бизнесменбіз, бәріміз бір нәрсемен айналыстық осы уақытқа дейін, иә. Но соның барлығы на второй план отстает, потому что здесь, в нашей компании, что нужно делать? Нужно успеть в эту десятку, в десятку миллиардеров, даже в сотню миллиардеров крыши, мы еще успеваем. Жаңа Камил ханым айтып отыр ғой, раньше менеджер келді. Енді қазір директорларда, әлі директор считанный адамдар ғой, считанный бір 100 шақты директор бар шығар енді, если не меньше, да, может быть 50 директоров есть, но на самом деле и каждый из вас может стать директором. Почему? Вообще рынок не паханный, пустое, да, поле. Қазір любой адамның үйіне барыңызшы, любой жерде фейри тұр, капля тұр, тағы да бірдеңе, олардың бәріне айту керек. Айналайын, вот кому вы желаете самого лучшего добра, кому мы хотим? Алдымен араласып жатқан адамдар бар ғой, это наши родственники, наши близкие, наши друзья, подруги, құдалар, да, например. Жекжат деп айтайықшы, солардың бәріне айту керек. Мынау шампунь қолданып жатқан шампунь, либо қолданып жатқан гель для душа. Соны артын қараңыздар. Либо, если там не важно, алдында, либо артында что написано, слово сульфат қастыңыздар ма, ойл деген сөзді қастыңыздар ма, бітті. Ол жарамға келмейді. Это нужно все выкидывать в мусорный ящик. Почему? Потому что на бессознательном уровне это все на себя. Ойл деген это переработанная нефть. Представляете? Переработанная нефть бізге не дейді? Миллиардтаған ақшаны рекламаға құяр, и оның барлығы біз келген кезде думай, ой, Шварцкопф это бренд, это реклама бешеная, да? Миллионы денег заплатили за эту рекламу. Бұл жерде ешқандай реклама жоқ, қаншама нәрсені көріп келді кісілер. Это и есть живая реклама, представляете? Бұл жерде біздің любой продукцияны алсаңыз, екі сертификат тұр артында, екі QR-код. Один QR-код, ладно, можно подумать, если один человек может подделать, да? Потому что вторичный рынокта тоже был баттар бар, БАДы пусть будет, там химия пусть будет, мыломойка, барлығы бар вторичный рынокта. Но ол жерде екі QR-код жоқ. Екі QR-кодты никто не может подделать. Наш президент даже это предугадал, предусмотрел. Наш президент 100 жылға бұрын уже компанияны қалай болатыны, что если есть оригинал и есть подделка, он барлығын қарастырған. Представляете? До такой степени он очень грамотный, очень мудрый адам, да? Енді өзіңіз білесіздер, всегда есть конкуренция, да? Есть конкуренция нашей компании, есть конкуренция, есть подделки, это уже в свободном доступе, Пиндода болсын, басқа тема болсын, қандай жөн болсын, любой сайтта ашып қарасаңыз, барлығы бар. Но там всегда подделка. Біздерде сіз орын алдыңыз ба, бітті, сіз уже франчайзинг деген, сіздер уже 50% ала аласыздар, и можете с этой 50% скидками уже продавать. То есть мы можем уже, если вы подписывать не умеете, мы просто можем уже продавать. Продавать эти деньги, из денег 50% делать 100%. Гүлнәр ханым, продукты туралы сосын айтамыз, қазіргі таңда бізде азғантай уақыт бар, промоушен туралы айтамыз. Мен не үшін сіздерді шақырдым, қараңыздар. Бүгін мен не үшін барлықтарыңызды шақырдым. Біздің эмоциямызбен бөлісейік деп, біздің немізбен бөлісіп, мамаңыздың эмоциясын айтсын деп шақырғам. Қараңыздар. Расскажу, закончу и мысль. Маманың эмоциясын. Тез, потому что бізде уақытта қазір кету керекпіз. Тез. Енді айтайын дегенім, мама айта алмай жатыр да. Оның барлығын ана жерде көргеннен кейін уже отельді көріп, яхтаны айта алмайды ғой, ана яхтаны өмірде көрмеген яхтаны енді айтып, это ғой с птичьего полета көрген кезде это вообще сказка. Оның барлығы президент для наших бизнесменов, да, сделал. В общем, короче, подписывайтесь обязательно в нашей компании, будьте, подключайтесь и давайте бірге бәріміз жұмыс жасайық. Келесі промоушенға 3 айдың ішінде бәріміз менеджерді жауып, бәріміз промоушенді жауып, келе берейік бәріміз. Енді қараңыздар. Мысалы сіздің немереңіз үйленейін деп айтты. Темірлан. Тойға сіз жоқ дегенде 300 адам шақырасыз. По-любому. Қараңыз. 300 адамның ішінде сіз 10 лишник жазасыз, 15 мың пиби сол 300 адам 10 лишниктен шығарасыз, 15 мың пиби мына жақтан шығарасыз, сіз промоушенді орындадыңыз,
сіз уже июльдің аяғында промоушен бітеді, августта сіз Мальдивияға барасыз. Түсіндіңіз ба? Сондықтан сіздер қазір цель қоясыздар, бүгіннен бастап күніге жоқ дегенде, күніге 2 адам жазам. И жазылған адамның астына әркім өз 2 адамын әкелу керек. Бүгіннен бастап спонсор көмектеспеді, анау бүйтпеді, анау сөйтпеді, заканчиваем. Кто хочет работать, каждый 2 человека подписывает. Все. Ол 2 адам өз әкеледі, ол 2 адам өз әкеледі, көмектесу, перелив беру, бәрін қоямыз. Потому что когда со своим трудом человек работает, у всех все хорошо получается. Ал қаншама адамға бәрін, мысалы, істеп бергенмен де адамдар білмейді. Понимаете? Бағаламайды, потому что это уже убедилась. Поэтому жазыласың да, 2 адам әкеле аласың ба, жазыл. 2 адам әкеле алмайсың ба, давай, до свидания. Ищи в другом месте бизнес. Потом өзінен өзі тырысып, бұл корпорацияның қандай екенін біліп, адам жұмыс істейді. Поэтому с сегодняшнего дня любой адамда 2 адам бар. Любой адамда, өйткені біз мидай далада тұрып атқан жоқпыз. Мен өткенде бір келіншекті көрдім, Қарағандының. Бір ауылда тұрады, 20 үй бар. 20 үймен менеджер болып отыр. 20 үй тұрады. Бір ауылда, жаңа Қойшы ауылда 20 үймен менеджер. Қалай? Ол мынау жаңағы 10 көршісін жазды, 10 көршісінің құдағиы бар, анасы бар, мынасы бар, сомен. А мы в Астане живем, қанша миллион халық бар, и мы платим, что нету людей. А мы хотим, что воспользоваться Алмабекпен. Алмабек жазып беру керек, ол шақырды. Гүлшатпен, потому что она позвала. Не надо. Хитрости, ол бәрібір шығады бір бүйірден. Лучше надо честно, когда сама собой людей честно болғанда, сонда бизнес жүреді. Бүгіннен бастап, сен лидерсің. Бір жағың өсіп тұр, екінші жағыңды өсірің. Өлесің ба, қырыласың ба, түр ничего не ал істемейсің ба, давай, до свидания. Қабат бақшаңды алдың, таптың, дальше иди вперед. Тебе тоже это касается, вам тоже это касается. Рауза ханым, вам вообще касается. Поэтому сегодняшний... Нет, қараңыздар, Рауза ханым. Бүгіннен бастап, кім жұмыс істегісі келеді, мен сол адамдармен жұмыс істеймін. Бұрынғыдай, анау, ойбай, ананың жүрегі ауырып тұр, ананың бас ауырып тұр, ананың бір жері ауырып тұр, қарамаймын. Потому что вот такие лидеры хотят сейчас работать. Поэтому идем вперед. Кім уәде береді? Осы айдың аяғына шейін 15 000 пиле жасайды. Жасайсыздар. Мен жасаймын. Это ерунда. Менеджер и так-то боласың, сен болып тұрсың ғой. Не қараңыздар, 15 000 пиле не үшін айтып жатырмын? 15 000 пиле жасаған кезде сіздер осы айдың аяғына шейін да, Алла қаласа, сіздер уже келесі айға промоушен дайындап қоясыздар, уже менеджерға тырысасыздар. Уже сіз қазір июльдің аяғында менеджерді жауып тастасаңыз, білесіз ба такой? Уже сіз жаңағы неге промоушенға барған шейін сізде уже старший менеджердің есі шығып тұрады. Командаға көмектесесіздер. Әркім уәде беріңдерші, мен осы айдың промоушенына 5 адамды апарамын деп. Каждый, как я. Я себе клятва дала, я это сделала. Я сейчас гордо стою, потому что я это сделала. Понимаете, да? Поэтому вы себе обещаете, я июльдің аяғына шейін промоушен жасадам, мен 5 адамды апарам деңіз, апарасыз. Почему? Қараңыз, апарасыз не үшін, Ақсу ханым? Вы станете уже менеджером, и вы станете такие деньги зарабатывать будете, и везде будете летать. Поэтому себе слово дайте, когда человек слово дает тебе, біз өз-өзімізді алдай алмаймыз. Понимаете, да? А когда вы слово не даете, онда қорқақсыз. Ответственность не хотите брать. Надо ответственность брать на себя, не на кого-то. Ойбай, маған ақбота қойып бермеді, Алмабек маған анжерме бүйтпеді, Гүлшат сөйтпеді. Все, заканчиваем. Кто будет работать, будем работать. Кто не будет работать, ради Бога, адам көп. Қазір мен реклама берейін, таргет берейін, тикток берейін, инстаграммен істейін. Құдайға шүкір, адам көп. Поэтому дальше будем идти. Той жасағанда қазір жоқ дегенде Айнагүлдің қызы тұрмысқа шықсашы, жоқ дегенде 100 адам шақырады. Ұялмай, қызармай, еще адам жоқ деп айтады. Мынаның баласы үйленсінші, тоже шақырады. Ана кісінің баласы үйленсінші, тоже шақырады. Еще құдаға бүйту керек, алтын салу керек, бүйту керек, сөйту керек. Естеріңізде болсын. Мына жерге бір рядтан бала шағаларыңызды қойып алыңыздар. Почему? Кеше мен Өзбекстанның, Қырғызстанның лидерларын көрдім. 7 доход алып отыр. 7 доход.
Почему? Потому что мынаның өзінен жана каждый 15 пивидан жасаған сайын да, каждый ай сайын кете береді. Түсіндіңіз бе? Сіз по-любому мыналардың астына қоя бересіздер. Поэтому қанша балаңыз бар, өздері алып, өздері жүретіндей қылдырып, бір орын алып, кейін мынаны көтеріп ағасы, мынаны көтересіз, мынаны көтересіз, потом мынаны ақырындап көтере бересіз. Өмір алда 100 жыл деген қайда? Сіз 1 жылда 2 адамды көтеріп отырсаңыз да, 10 жылда 5 адамды былай көтеріп аласыз. Барлығы да бай, ешкім сізден ақша сұрамайды, ешкім сізге машина алып бер демейді, үй сатып алып бер демейді, зато вы шикарно будете жить. А мне никто не сказал, мен бірақ орынмен ғана көтерілдім, мен еще бүкіл адамды көтердім. А если бы мне сказали бы, сен орын алма, балаша, мен 7 баламы алып, қазір 7 баламды өзіммен бірге путешествияға ертіп жүретін едім. Мне никто этого не сказал. А сейчас я купила сыну, дочери. Вот мне әке-шешеме қазір Алла қаласа көмектесем, потому что баланың міндеті ата-анасын ары қарай баққан қаққан нақтау керек. Ақсұтын. Поэтому орын алғандарыңызға өкінбеңіздер. 2 орын алсаңыздар да, 3 орын алсаңыздар да, тұра берсін. Ертең кейін ол орын бәрібір өседі. Маған көзім жетті. 100% гарантия. Кеше негрлерді көріңіз. Сөйлесек 10 орны бар екен. По 10 штук. Адам жоқ, негрлер, олар құдағи жоқ біз сияқты. Құдайға шүкір бізде бар ғой, құдағи жетеді, құдағидың құдағиы да жетеді мысалы. Просто надо, знаете, цель қойыңыз, ана өтірік, анау маған көмектеспеді, анау мына жерде тұр, анау ақша алып жатыр деген өтірік. Әркім өзінен бастау керек та төмен қарау керек. Жоғарыға никогда қарамаңдар. Камел ханым біледі. Мен бұл кісілерден бірде-бір адам көмек алған жоқ, айтыңызшы. 120 человек это мои личники. 120. Қазір каждыйынан мен 65% доход алам. А сіздер спонсорыңыз жазып берсе, сіз 0,25 аласыз. Разница есть? Разница есть? Поэтому спонсор жазып беріп деген адамға вообще қызықпаңдар. Кеше Өзбекстанда айтып жатыр, это вообще кіргізбейміз дейді. Спонсордың адамы келатса айтады екен, спонсор, пожалуйста, уақыт берші маған 2-3 күн. Мен өзім жазып алам, сосын қоясың деп. Потому что, когда спонсор жазып береді, сіз мынау ақшадан айырыласыз. Поэтому своих... Это переливы вы имеете в виду? Перелив, да. Да. Золотой треугольникпен кірсеңіз, тоже болады. Бірақ негізі одан көрі мынау жақсы. Бір жақпен кеткенде тез болады. 2 жаққа қалтайып қалады, ол керек емес. Поэтому мен просто өз опытыммен айтамын. Осы жерде жаңа Гүлекең айтып жатыр, спонсор деп. Спонсорыма алғысымды айтамын. Дұрыс айтып отыр. Спонсорға қарамау керек. Сіздер ең бастысы өздеріңізге сеніңіздер. Мен осы дұрыс бағытта, дұрыс бизнесте келемін. Және менің жасап жатқан бизнесім ең кереметі. Біздің продукция ең кереметі. Соған сеніңіздерші. Ары қарай сізге келетін адамдар да сізге сенеді. Ал сіз сенбей, біресе Мэритхелс, біресе Атоми, біресе анау, біресе мынау десеңіз, әрине сізге ешкім сенбейді. Әр мынау өзі қайда жүрген, өзі білмейді, қоғаммен не үшін сенемін деп айтады. Сол үшін өздеріңіз бір бағытта жүріңіздер, түбі кесіп шығасыздар. Біз міне Аллаға шүкір 1 жыл жүрміз ғой. 1 жыл ғана уақыт беріңіздер. 1 жыл уақыт берсеңіздер, күніне $700 сатып аласыздар. Күніне день $700. Жұмыс істемейді дегенде. 1 жыл. Жоқ, просто знаете, не үшін жаным шығып айтып, шаршап тұрсам да, просто неге жаным шығып айтып жатырмын, просто сендер тыңдасын деп жатырмын. Қазір қараңыздар, мен қазір Алматы шақырып жатыр, Ақтау шақырып жатыр, Атырау шақырып жатыр, Семей шақырып жатыр. Бүкіл командаға кетем. Осы 1 апта мені пайдаланып қалыңдар. Адамдарым болса әкеліңдер, жазып алыңдар. Сосын Турцияға кетеміз біз. Бізде вообще уақыт жоқ болады. Моментті пайдаланып қалыңыздар. Турцияға кірген жоқ, бастаған жоқ. Ойлаңыздар енді Турция кірсе қалай болады? Күлкеш ханым, қараңыз. Сізде мысалы қараңыз, мың жағыңыз 15.000 пиби, мың жағыңыз 19.000 пиби болып тұр. Менеджерға жақынсыз, сізде бірақ лишник бар. А вот эти все переливпен кетті қазір. Сіз представьте себе, қазір жоқ дегенде 9 лишник өзіңізге жазуыңыз керек. Түсіндіңіз ба? Кеше промоушенға бұл кісіге 200-ақ пиви жетпей қалды ғой, 200-ақ пиви. Я сказала, бір адам болса да жазып жүрсеңіз кетесіздер. А я все сделала. Енді мен не істеймін, ары қарай істей алмаймын ғой 200 пивиді. Сонымен қалып қойды. 200 пиви ғана жетпеді. Енді айттым ғой енді. Спонсорымыз Гүлекеңе
алғысымды айтып, енді осындай керемет бизнеске шақырып, бізбен бірге осындай команда құрып, осы не жасап жатқанына алғысымды айтып, неден Мальдив деппін ғой, Аллаға енді әлі Мальдивке барады екенбіз, құдай қаласа. Каньяннан жемчуг алдым, бұл кісі өзі ала алмай қалды, массаждың кайфында жүріп. Мен алып тағып едім, мен алып тағып бұл кісіге өзінкін тағып қойған, мәде осында. Мен жемчуг ала алмай қалдым, туып массажға бекер бардым. Мен үндемедім, ішім күйдіріп, әйде өзім тағып жүрдім. Күнде айтам, сырға күшті ғой деп. Арнап алып қойдым ғой, бұл барған соң бересіз деген. қалай шыдадыңыз Игілікке тақ. Мынау оригинал жемшуг екен. Оригинал аналар сатқанда кәдімгі тексеріп тұрып сатады екен де, өте керемет. Өте күшті екен. Күшті екен. Идет тебе. Барлықтарымыз осы жұмысты алға басып, алла жазса, Мальдивқа бірге барайын енді. Мальдивға барайық, қыздар, вообще там отдых мынандай болады. Бұл жолы біз Ханьянға бардық, Ханьянда 3 күн ғана демалыс болды. Оның өзі де былай болды, яғни яқта бәрін көрдік қой. Оның сыртында біз заводтарды көрдік, анда бардық, мында бардық, экскурсияға бардық. Және де 2 рет гала ужин болды, конференция болды, үлкен масштабтағы конференция болды. Соның барлығымен жүрдік та, келесі демалыста Ақырын сөйлеңдерші. 7 күн бойы жаңағы рахаттанып демалыста жатамыз. Енді қараңыздар, біз бағы 9 күн. Қараңыздар, кім 50 адамның ішіне кіреді Мальдивға баруға? Смело айтыңдар, өтірік айтпайды. Мен 50 адам апарамын. Менікі Мальдиве дайын тұр. Мен дайын тұрмын. 50 адамға кім кіреді? Я с теми буду работать сегодняшнего дня. Личникпен де дайын тұр, балмен де дайын тұр. 50 адам алып барамыз, Алла қаласа. Уже праздники дайын тұр қазір. Чуть-чуть қалды. Давайте вместе работать и қыздар, қараңыздаршы, бірақ нәрсені ұғыңыздаршы. Бас жумайтын адам жоқ, дене жумайтын адам жоқ, көт жумайтын адам жоқ, бүкілі жуынады. Болмыждыңыз жуынады. Сүртінбейтін адам жоқ. Любойны айтыңыздар, ұялмаңдар, потому что бұл корпорация прямо жасыл жапырақ жайнап, жайқалып өмір сүресіңдер. Сен айтпағанмен ертең басқа біреу айтады да кіргізіп алады. Айналайындар, неге түсінбейсіңдер вообще. 50 түрлі товар шықты. Еще бір күшті қуанышты жағдай, мен лотерея ұтып алдым. Ең үлкен күшті лотереяны ұтып алдым. 400 мың лотерея. 400 мың. Там косметика шикарная, новинка. Вообще шикарно. Бүкіл новинка там Қазақстанда мен ғана ұттым. Италиан. Полностью. Интерком деген компания біздің корпорацияға бірге не жасалды. 3000 адамның ішінде Корпорация соның затын ұтып алдым. Соның затын ұтып алдым. Майлы көтенсің. Иә. Жоқ, отырған, мен айтам, команда ұтсын деп отырған. Бір кезде ботаға айттым, екеуміз жүр шопингқа барып келейік, билетті Алмекеге бере салайық деп. Кетіп баратсақ, 00222, өй, менікі ғой деп кетіп шопингқа кетіп баратқан. Кетем деп шығып кеткен. 0722 дейді, мен ана 2-3 дейді, бүйтіп сандырақтап білекке айқайлап жүгіріп келеді. Бәрі Қазақстан мәз болды, что я выиграла лотерею крупную. Вообще күшті, сондай. Қараңыздар, қалтаңыздан 1 теңге шыққан жоқ. Үйден балам апарып тастады аэропортқа, болды. Самолет тегін, тамақ тегін, гостиница тегін, автобус тегін, такси, массажға тегін апарып, тегін алып келеді. Бүкіл жерге тегін, представьте себе, даже біздің, қараш, енді қараңдаршы бір күшті, бәрі тегін ол, оның сыртында біздің Алдабек мырза мықты пысық қой. Форте банкпен біз не жасап алдық, ана айтшы? Лаунж-кей. Лаунж-кей.
Аэропортта тегін, еще біз сумкамыз толтырып ана командамызда 40 адам бар ғой, бәрі де тамақ алып шығамыз лаунчке. Бәрі. Лаунчке жаттық, бесплатно аэропортта, бесплатно. Тамақ ішеміз, $1. Карта істеп аласыз. Мен командаға істеп қойғанмын. Соны керемет вообще да. Менде болды, мына кісіде болды, айнада төртеуміз бәрін тамақтандырдық. Зато аэропортта да ешкім аш қалған жоқ. Туалет тегін. Бәрі тап-таза. Мә, енді айтамын. Мә, күшті болды, қызық болды. Ана корпорацияның үлкен несі басталайын деп жатыр. Конференция басталайын деп жатыр. Өзбектің әні, ананың әні, сосын біз жинап тұрғанбыз. Білген қазақтың әні қашан шығады деп. Алдында бір-екеу айтты, сосын жоқ. Мына кісі барып, қазақтың гимнін тауып алып, ана жерге заказ беріп, бүкіл адамды тұрғызды ғой гимнмен. Жаңа қазақтың гимнін айтты. Нет, не олар айта алмай қалды. Өлеңді ма? Бұл конференциядан бұрын адамдар жиналып жатыр ғой. Түріктің музыкасы болды, өзбектің музыкасы болды, естіп тұрсам опять түріктікі, опять музыка кетіп жатыр. Мен айтам, қазақ қайда психовать деп етіп жүр. Сосын шыдай алмадым да, диджейлер іздеп тауып алдым да, енді интернет дұрыс істемейді. Димашты тауып алсам, Димаш ананың гимні бар ғой, соңғы айтқан. Соны тауып алдым, соны қойып жібердім. Бәрі тұрып, ойлап жатыр, компания қойып жатыр деп. Бәрі ойлап жатыр да, қазақтар, компания молодец, қазақтың гимні бар деп. Қазір мен бар, гимн қойып салдым. Одан кейін бардым да, Рахым Қуандық ба? Мен қазақпын. Мен қазақпын деген өлеңді тауып алдым да, соныға енсем, қырғыз кетті, бір қырғыздың жігіті. Бәрінің өлең айтып жатыр, қырғызша неге өлең жоқ деп бүйтіп. Мен айтты, конференция басталайын деп жатыр. Сіз бара беріңіз, уже бітіп кетті, оны қайтарып жібердім да. Сосын ана қытайларға айттым, мынау мен қазақпын деген өлең ғой, бұл қазақ-қытай дос деген өлең. Бұл обязательно қою керек. Сол себептен қойыңдар деп оны тағы Содан кейін конференция басталып президент келді. Содан кейін президент келіп Қытайдың гимнін оқыды. Одан бұрын қазақтың гимнін оқытқан. Лотерея ұтып алды. Лотерея ұтып алды. Пысықтықта керек десе. Лотерея ұтып алды бүкіл халықтың ішінде. Жүрдік қой. Бәріміз бүкіл ойлашы. Халықтың ішінде 3000 адам ішінде. 4000 адам. 4000 адам. Оның ішінде 1700 Қазақстанда. Есен кетеді. Сосын президенттің бір нәрсесіне риза болғаным, ана орыстар вареньесін әкеп жатыр, мётын әкеп жатыр, ана байғұс бар ғой, ана мётты алып ішіп, ана вареньені сүйіп, простой, оған ол керек емес. Ол қорықпайды, жаңағышы бүкіл Әкелек ортадағы қатынасты жақсарту үшін істеп жатыр. енді бар ғой, до такой степени добрый бар ғой, мен ондай қазақ көрген жоқпын даже бар ғой. Жоқ, ондай Қытай бар ғой, нағыз қазақтан асып кетті ғой. Анау бізді құшақтаған кезде айтады, о, гүрелдеп, бау деп, ана жаңағыдай, ура деп жаңағыдай. Сосын бір кезде бүйтеді, о, гүрелдеп, жасыл костюмді көріп, гүрелдеп, I love you деп айтады. Өзі де жасыл кірдік қой. Гостиницаға кіреміз, өзіміздің комнатамызға жеткізіп әкеледі. Комнатаға кірген кезде столдың үстінде сыйлық тұрады. Подарка тұрады, конвертте жазылып тұрады. Осы компанияға келгеніңізге, осындай, рахмет, анау-мынау жаңағыдай. Внимание, да? Внимание. Гринлифтің товарлары тұр ғой, қара. Жолға бардық, о жерге де бардық, о жерде де жаңағы сабыны тұр, пастасы, щеткасы, каждый нәрсесі тұр ғой. Столдың үстіне ол жеке Сені гүлмен қарсы алады. Ана мойындарыңа гүл тағып қарсы алады кәдімгідейші, флажокпен, барабанмен, өлеңмен, енді это айтып жеткізу мүмкін емес. 4000 адамға конференцияда жеке подарка табады. Подарка. Еще мен 15 жыл сетевойда істеймін. Уже 15 жылдан бері мен сетевойда үлкен жетістіктерге жеткен адаммын. Шетелден квартира алдым, машина алдым, білесіңдер мысалы. Салоннан машина алдым, бәрін көрдім. Бірақ здесь я действительно видела масштаб. Действительно, президенттің сондай до такой степени каждый біздің жейтін пирожныйымызға шейін ойлап қойған ғой. Ана қазақтар нан сұрай береді ғой, кетіп бара жатсақ, нанды толтырып салып беріпті бізге. Ана аэропортқа жаңағы нан жолға шығып бара жатқанда бір пакет береді. йогурттың, бананның бәрі, бананның, жаңағы нанның
әйтеуір бір неге салып қояды тұрмыз ақша үшін нанға күшті пакетке салып тұрып береді еще. Біз бірінші президент барғанда Өзбекстан келді, да, Қазақстан келді. Сосын это президент айтып жатыр дейді, вы не переживайте, етті он оказывается специально заказывает. Халал, айт так. Халал именно с Узбекистана привозят для нас, чтобы вот эту массу нашу накормить. Представляете? Вот как он. Айтты, оны айтты кеше Роза Абдуллаевна үйіне барған ғой. Камил ханым менде күшті жаңалық тағы да. Роза ана лидерларға 1,5 миллионнан ақша беріпті, бәріне. Үйіне қонаққа шақырғанда, қонаққа келгенің үшін де. Сол Роза Абдуллаевна ырым болсын деп маған 100 юан берді. Айнаға 100 юан берді, маған 100 юан берді. Кошелегінен шыққан президенттің ақшасынан. Мен өзім ырымдап барғам, кеше бүйтіп айтқам мына кісілерге. Қазір егер президент ақша ойнатса, мен ақша ұтып алуым керек деп. Бірақ ондай ойнатқан жоқ қой $100. И сосын ойлап тұрмын, менің интуициям текен-текен кетпеу керек, я же должна же с деньгами уйти. Бір кезде Роза Абдуллаевна мне дает с президента 100 юан. Я говорю, интуициям алдамапты деп. Я так прямо обрадовалась вообще. Просто слушайте себя. Дамира, сен бұл жерге жай келген жоқсың. Гүлмира, сен вообще, Ақсұлу ханым, кім? Айнагүл ханым, барлықтарыңыз жайдан жай келген жоқсыздар. Значит, сіздер осы өміріңізде бүкіл жасаған жақсылықтарыңыздың ризығын алуға келдіңіздер. Осы компания арқылы, поверьте, хотя бы чуть-чуть, Алла Тағала жайдан жай бізді зарлатып қойып жатқан жоқ. Вы поймите нас, пожалуйста. Кто будет работать, мы с ними. Кто не хочет работать, давайте до свидания, ақшаларын шығардыңыздар, 50% можете взять и дальше живите. А я нянчить етіп жүретін уақыт жоқ. Шын айтам. Команда, вот смотрите, поймите одно, бизнес начинается с вас. Если спонсор сверху вам помог, не деньгами, не людьми, информационно, встречу вам провел, да, обучение провел, где-то еще что-то, поддержал вас, радуйтесь. Если не помог, если вы свое упустили, потому что есть правила, во всех бизнесах есть правила. Вот люди подписались сегодня, вот. Кто спонсор? Гульшат Ханым, да? Вот Гульшат Ханым, она обязана 2 месяца им выделить время. Не тому человеку, который раньше подписался год назад. Он даже если будет просить, она по правилам должна с ним работать, потому что это его время. И она ему уделяет время. Вы уже не обижаетесь, уже приспосабливаетесь, уже идете. То есть спонсор достается тому, кто его достает, кто к нему бежит сам. Не ждите никого, не просите ничего. Все, пошли, делайте. Дали вам? Хорошо. Не дали, значит сами. Как любой бизнес. Вот этот бизнес воспринимайте, как любой бизнес. Вот бизнес. Он от кого-то ждет помощи? Нет? Он сам делает. То же самое делаете вы. Помогли? Рахмет. Нет, значит, Алла Тағала. Все, мен кеттім, мен бастадым, көмектесші. Все, кеттім. И жұмыс бастайды. И промоушен, вот Гульшат Ханым айтты ғой, менеджера закроете, ни одного личника вам не надо. Вы будете менеджердан личника емес. Но вы уже вот этот промоушен, который сейчас вы делаете 6 месяцев, мы его сейчас делаем за полдня. За 2 часа у нас люди делают это. Оборот, представляете? То есть что вас ждет впереди? То есть постоянные поездки. Один раз побегайте, сделайте промоушен. Вы увидите, что следующий промоушен автоматом. Вон Аралбек говорит, Алмабек кешіріңіз. Говорит же, все, у него уже второй. У меня второй промоушен дайын. Мен сентябрьда демалысқа дайын тұрмын мен. Паспорт дайын, Алмабек дайын. Енді қараңыздар. Стоит один раз только побегать. Ноябрьден бері қараңыздаршы қыздар. Ноябрьден бері, Гүлмира қара. Ноябрьден бері мен Вьетнамға барып келдім. Қажылыққа барып келдім. Міне Қытайға барып келдім. Представь себе, ноябрьден бері қазір мен Мальдиви дайын тұр менде. Бір жылда 4 рет, иә? Мальдиви дайын тұр, қазір одан кейін қыста баратын промоушеным тағы дайын тұр. Ол промоушен әлі шыққан жоқ, у меня уже готово. Тоже считается. Да. Ну да. Представляете, вообще шикарно. Мен даже уайымдамаймын. Мен қазір чемодан дайындамасам болды, киімді алып дайындасам болды. Летать ете берем и все. Өйткені самолетке ақша керек жоқ, гостиницаға керек жоқ, таксиге керек жоқ, ничего не надо. Просто карманыңда ақшаң болмаса да жүре бересің, өйткені бәрі рахат.
Кеше бір кемпір барды, қалтасында 1 теңгесі жоқ, 1 теңгесі жоқ. Шымкенттің кемпірі. Мен айтады, мәссаған, маған спонсорым айтты дейді, мен ақшам жоқ, қалай барам, бірақ промоушн жасадым десем, саспаңыз, бәрі болады сонда деп айтты. 1 теңгесіз келдім ғой, мынау дегенің рахат қой дейді. Жоқ, уайымдамадым да, потому что ана спонсорға сенген ғой. Сол айтады, мә, мынау деген рахат қой дейді. 1 теңге шығарып жұмсайтын уақыт болған жоқ, мына тәттілерді неден алдық аэропорттан. Мынаның бәрін аэропорттан сіздерге дәм Потому что, знаете, уақыт жоқ, магазинге баратын вообще уақыт жоқ. Шопингке вообще уақыт жоқ, бара алмадық. Бара алмадық, балаларымызға ештеңе ала алмадық. Экскурсия арасында тамағын береді и все. Кешке